Қазақстанда мектеп директорлары мен аурухана басшыларына кәсіпкерлікпен айналысуға ресми түрде рұқсат берілмек. Бүгін осындай заң жобасы мәжіліс депутаттарына таныстырылды. Яғни, мемлекеттік қызметшілерге теңестірілген азаматтар бизнесін қатар жүргізе берсе болады екен. Әрине, олар қазір сол кәсіпкерлікпен жаңағы айтылған тұлғалар кәсіпкерлікпен айналыса алатын болады, бірақ олар ешқандай кедергі болдырмау қажет сол мекемеге. Ол жаңағы яғни сондай жағдай көзделген. Ал депутат Мұқаш Ескендіров әуелде айтқан мектеп директорлары мен аурухана басшылары айлығының аздығын айтып, оларға жан ашығандай сыңай танытты. Егер мына заң жобасы қабылданса, жемқорлық та азаят дегенге сенеді мәжілісмен. Мемлекеттік коммуналдық мекемелер басшыларының орташа жалақысы жалпы еліміздегі жұмыскерлердің орташа жалақысынан деңгейінен аспайтыны белгілі. Ал басшылық лауазым моральдық қана емес, сонымен қоса құқықтық жауапкершілік екені мәлім. Сондықтан негізгі қызметіне қайшы келмейтін кәсіпкерлік қызметпен заңды түрде айналысу мүмкіндігі сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресудің тиімді шарасы болмақ. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттігінің ақпарына сай, Қазақстанда жемқорлық жиі тіркелетін екі сала бар екен. Олар білім және спорт. Айлығы орташа жалақыдан аспайтын басшылардың қатарына мектеп директорлары да кіреді екен. Мәжілісмен Еділ Жаңбыршин айлықтың аздығы жемқорлық жасауға себеп емес деген ойда. Мықты бір юристтің айтқаны бар, жемқорлыққа жалақының аздығы емес, ұяттың аздығы итермелейді деген. Сондықтан егерде ол жалақысы аз болатын болса, жалақысы көп жерде жұмыс табуға тырысу керек шығар. Жалпы мемлекетке қызметке келген азамат мемлекетке бірінші кезекте қызмет етемін деп келу керек. Енді әрине қазір жалақында төмендеп мен айта алмаймын, кейбір салалармен салыстырғанда мемлекет қызметінде жалақы едәуір жоғары. Айтпақшы, жаңа норма аумақтық сайлау комиссиясының мүшелеріне, ұлттық холдингтар мен ұлттық компаниялардағы басқарушыларға қатысы жоқ. Яғни бұл кісілер кәсіппен айналыса алмайды. Жалпы мемлекеттік қызметкерлер өз жұмысымен қатар бизнесінде қосақтатып алып жүргені қаншалықты дұрыс деп ойлайсыз?